Кеш жарық, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүйтіп сториске шықпай жүргенім бір бетім оншаған мүсіліп білмеймін, біреуден ұялып жүрмін ба, кімнен ұялып жүргенімді білмеймін. Айтшы Асылбек, кімнен ұялып жүрмін? Халықтан ұяласың. Халықтан ұялып жүрмін неге десем, өйткені көбісі менің үйленгенімді қалайды, әрекет қайда, не болып жатыр, қашан үйленесің дейді. Маған бар ғой, ақша табу емес, үйленетін қыз табу қиын болып кетті ма, сондай болып кетті. Қазір мен сіздерге барлығын айтып беретін боламын, не болып жатқанын, Бүгін Түркістанда жүріп бала бағармын. Қазір інім мен сіңілімді садиктен ауылға бара жатырмын. Түркістанда ең қатты күткен сол екі жан шығар. Сонымен бүгін соларға Қазір ғана үйге кіргенім, енді аптекадан бір нәрсе алып келді ғой, короче. Бір сәттен тағы нәрсе келді. Соған еді. Негізі күз киген кәдімгідей аш жүрек сөйтіп отыр. Туған күні туғаныш, бұл не деген бақыт. Туған күні Рахмет абыла. Пампушка ма? Қандай қалай білмеймін, бірақ пипец суық негізі былай алып тұрсам. Машина болған қап бөлінген жатыр да, а так былай капец суық кетті. Так что все, уже қысқа дайындалайық дегендей ғой. Декабрьде ма, Таиландқа бір жаққа ұшып кетіп тұрған жай. Құрметті біздің сұлу да сымбатты, ақылды да иманды, нағыз ер азамат біздің үміткерлеріміз. Біз сіздерді сезім бағы жобасында таныстықтан күтеміз. Біз сіздерді асқақ күтудеміз, Арайка екеуміз. Егер бізбен жақынырақ таныстықларыңыз келетін болса, бізге үміткер ретінде жазылыңыздар, біз сіздерді күтеміз, біз сияқты қыздарды айырылмаңыздар.